Болды. Сіз енді тамағымызды жейік та кете берейікші. Уже уақыт өтіп бара жатыр ғой. Иә. Ай. Мына жақтың тамақтары қандай дәмді, маған қатты ұнады. Маған да ұнады. Ойбай, мен не айтып тұрсаңыз? Короче, білмеймін даже. Жарайды, болды, кеттік. Қалған астар қала берсінші, мен мына жақтан шыққым келіп тұр. Жарайды, шықсақ шығайық, мен аңдей алмай қалыппын ғой жаңа. Тамақтанып алдық, енді кеттік, болды. Зачан алып кетейік. Болды, кеттік түріндер. Иә, кеттік, сумкамызды ұмытпайық. Тоқтаңыздар, сіздерге бірдеңе айтуым керекпін. Не болып қалды? Иә, не болып қалды? Біз ештеңе істеген жоқпыз. Біз жаңа тамақ ішкен ақшамызды төледік. Білемін, бірақ та сіздер қай жақта тұрасыздар, қандай жұмыс жасайсыздар, сіз не істеп жүрсіздер, ата-аналарыңыз қайда? Біздің қандай не екенімізді қайдан не істейсіз, оны бәрібір сіз. Маған керек болып тұр. Сіздер қашып кеткен сияқтысыздар жетімдер үйінен. Жоқ, біз қашқан жоқпыз. Не үшін қашуымыз керек? Сол ғой. Не үшін беттеріңіз қызарып кетті барлықтарыңыздың? Значит, беттер қызарып кетсе, онда сіздер өтірік айтып тұрсыздар. Сіздер осы жетімдер үйінен қашып кеткенсіздер. Мен қазір сіздерді анандай сол жетімдер үйінің бастығына, яғни директорына алып барамын. Сосын директор сендерді мұғалімдердің бастығына кеп береді, ал сосын ол сіздер еместеріме айтып береді. Жоқ, біз емес деп тұрмыз ғой, не үшін айта бересіздер? Сол ғой, біз басқа жақтың адамдарымыз. Иә. Жоқ, мен білемін сіздер екендеріңізді. Болды, жетер енді. Негізі қашқан жоқпыз ғой. Сол ғой, тегі бір. Өтірік сылтауларыңызды айтпай қойыңыздар, мен қазір звондаймын. Сәлеметсіз бе? Біздің бөлімшеге келіп кетесіздер ме? Біз тапқан сақтымыз. Сол адамдар ма? Дәлелдеп кетіңіз. Лунара ханым, сосын Айжан ханым, одан кейін директор үшеулеріңіз келіңіздер. Шынба таптыңыздар ма? Жарайды, біз қазір 5 минутта келеміз. Аха, сол болыңыз. Енді қазір көреміз, сендер емессіңдер ме? Біз келдік. Бұл точно біздің балалары ғой. Так, мынау Аяжан, Каусар, Миржан, Жанат, не істеп жүрсіңдер сендердің барлықтарың? Ужас вообще, сендер не үшін қашасыңдар? Ол сендерді бағып жатыр ғой, сендер осындар қашып кеттіңдер. Жоқ, доғарамыз. Біз қазір судьяға баруымыз керек. Біз кім не істейді, кім не қылады, соның барлығын сол судьяда шешетін боламыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті соттанушылар және сотшылар. Біз бүгінгі тақырыпта осы жетімдер үйіндегі 4 бала, яғни Миржан, Жанат, Каусар, Аяжан қай жаққа өткізетінін айтатын боламыз. Ал бірінші жақ ол бізде жетімдер үйінің өзіне қайтадан бару, немесе апасыларына бару. Бірінші бізде жетімдер үйінің бастығы сөйлесін. Сәлеметсіз бе? Жетімдер үйіндегі балалар маған өткізілу керек. Себебі мен оларға қарай аламын. Апа бір өзі қарап үлгере алмай қалады. Ал мен үлгере аламын. Мен және де менің көмекші мұғалімдерім де оларға көмектеседі. Сол үшін ол біз жаққа тұру керек. Если олар маған көшетін болса, онда біз таңертең күнде каша мен акуша емес, каша мен сүт емес, басқаша күшті тамақтар беретін боламыз. Жақсы. Енді бізде келесі кезекте апа. Мен бүткіл бағалам, короче. Мен бағалам. Осыны айтатыныңыз? Иә. Жарайды. Онда біз таңдау жасауымыз керекпіз. Ең бастысы сіздердің сөйлегендеріңіз емес. Ең бастысы балалардың таңдауы. Ал бірінші бізде Каусар сөйлесін.
Мен не сөйлеуім керекпін? Сен кімді таңдайсың? Мен апаны таңдаймын. Мен де апаны таңдаймын. Мен де апаны таңдаймын. Конечно, мен де апаны таңдаймын. Не үшін барлықтарың мені таңдамайсыңдар? Мен де күшсіз беремін ғой. Бізде де күшті тамақтар беріледі. Немене маған таңдамайсыңдар? Доғарыңыз. Балалардың таңдауы әже болатын болса, онда сіздердің барлықтарыңыз әженің үйінде тұрасыздар. Ал әже, сіз өзіңіз қайда тұрасыз? Мен военный городокта тұрам. Жарайды. Біз оны сосын көрерміз. Бірақ та балалардың айтуы бойынша өздерінің үйлері бар екен. Ол үйде обычный төртеуі тұрады, төртеуі өмір сүреді. Және ол барлығына жетерлік үй. Олардың өздерінің зарплатасы бар екен, кішкентай болып алып. Еще олар апамен тұрайын деп жатыр. Значит, ол үйден көшіп, апаның үйіне көшулеріңізді сұраймын. Жақсы. Енді мен қазір апаның үйіне барармыз. Одан кейін апаның үйі сіздерге жарамды болса, онда сіздерді толықтай әженің үйіне өткізетін боламыз. Ал егер жағдайы жетпей, сендерді баға алмаса, онда біз жетімдер үйіне өткізетін боламыз. Жарайды. Сот шешімі әлі қабылданған жоқ. Өйткені біз әженің үйін көруіміз керекпіз. Енді кеттік, әженің үйін көрейік. Осы менің үйім. Ал жарайды, ішіне кіргізіп көрсетіңіз. Мінекей, менің үйім көрсеңіздер болады. Мінекей. Бұл үйде кім-кімдер тұрады, сізден басқа? Менің үйімде менің шалым ғана тұрады, басқа мен екеуміз ғана тұрамыз бұл үйде. Онда не үшін сізде төрт төсек, мына жақта біреу, мына жақта екеу, ана жақта бір төсек, ол жаққа екі адам жатады. Төрт төсек не үшін жатыр? Ой, ана екі адам төсекте шалым екеуіміз жатамыз. Мына екеуін біз артық алып болғанбыз, одағы да біреулер тұрғызамыз ба деп. Содан сол, ал жарайды. Онда 4 адам дейміз. 4 адамдық төсек бар. Ал сіздер 6-аусыздар. Сонда қалған екеулер қайда жатады? Жерге төсек салып берем ғой, соған жата салады, не болыпты? Жарайды. Сіздер келісесіздер ме жерге төсек салуға? 2 адамдарыңыз. Я келісемін. Мен келісемін, маған бәрібір қай жаққа жатса да жылы болса болғаны. Жарайды. Онда сіздер осы үйде тұрсаңыздар, тұрыңыздар. Бізде сот шешімі шешілді. Бізде жетімдер үйіндегі 4 бала, яғни Мержан, Жанат, Кәусар, Аяжан бізде апаның үйіне өтілетін болды. Не үшін? Мүмкін емес. Мен айттым ғой, каша немесе агушаның орнына басқа нәрсе беремін деп. Бәрібір де олар сізді емес, апаны таңдады. Ал апаның үйі келеді ме екен? Әрине келеді. Ал апа, сіздің шалыңыз рұқсат ете ме олардың тұруына? Әрине менікі рұқсат етеді. Менікі любой нәрсеге рұқсат ете береді. Жақсы. Ал балалар, сіздер қуаныштысыздар ма? Әрине мен қатты қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Онда өздеріңіздің үйлеріңізде заттарыңызды жинап, апаның үйіне өтіңіздер. Аха, жарайды. Сау болыңыздар. Енді басқа осындай нәрселерді тудыртпай, ешқашан соғыспай, қырылыспай жүріңіздер. Ал орындарыңыздан тұрып тарқай берсеңіздер болады. Ал балаларға, сендерге менің қолыма өткендер ұнады ма? Қатты ұнады. Мен қатты қуанышты болып тұрмын. Мен де қуанышты болып тұрмын. Ал сен, Мержан, мен де қуанышты болып тұрмын. Мен қатты қуаныштымын. Ал ана үйлеріне заттарыңды алдыңдар ма? Біз жаңа алып алғанбыз жолда. Жарайды. Ал шалым есігін аштың.
Бұл сен ба, кемпірім? Я, мен ғой. Ал жарайды, ашайын. Сол, мінекей, мен өзімен бірге балаларды алып келдім. Ойбай, бұл тағы қандай балалар? Мәссаған, мұнаның барлығы біздің үйде тұра ма? Я, 4-ақ бала ғой. Жарайды. Мен өзім балаларды жақсы көрем, сол үшін менің үйімде тұра берсін, жарайды. Біздің үйде тұра берсін. Біздің үйде білетін шығарсыңдар, Я, білеміз ғой. Ой, кірмейсің бе, балақай, не үшін тұрсың? Ал болды, кеттік онда, шай ішейік. Осылайша олар бақытты да баянды өмір сүріп, бірге көңіл көтеріпті.